Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы квадрат түбірдің анықтамасы. Біз математикада жалпы 7 амал бар екенін білеміз. Осы уақытқа дейін соның 5-еуімен біз таныспыз. Мысалы, ең бірінші біз білетін амал қосу. Одан кейін азайту, көбейту, бөлу және дәрежеге шығару амалы. Өздерің бастауыш сыныптарда оқып жүрген кезде қосындының мәнін азайту арқылы тексердік. Дұрыстығын, не? Одан кейін көбейтіндінің дұрыс екендігін тексеру үшін бөлуді пайдаландық. Сондықтан қосу амалы мен азайту амалы бір-біріне кері амалдар болып табылады, және көбейту мен бөлу бір-біріне кері амалдар болып табылады. Енді осы жерде мынандай сұрақ туындайды. Дәрежелеу амалына кері амал бар ма? Енді олай болса, біз бұрын қалай істедік? 3-тің 2 дәрежесінің 9 екендігін таптық. Бұл жерде 3-тің квадраты деген 2 дәрежені біз квадрат деп айтамыз. 3-тің квадраты ол дәреже. 3 дәреженің негізі, 2 дәреже көрсеткіші, ал 9 дәреженің мәні екенін білеміз. Яғни осы өрнекте біз 3 негізі мен 2 дәреже көрсеткішінің көмегімен 9 дәреженің мәнін таптық. Ал енді дәреженің мәні мен дәреже көрсеткіші арқылы негізді табу амалын түбір табу амалы дейді. Яғни түбір табу амалы дәрежелеу амалына кері амал болады екен. Яғни біз жаңағы сұраққа жауап бере аламыз. Дәрежелеу амалына кері амал бар ма? Я, дәрежелеу амалына кері амал бар. Яғни мәнін және дәрежені пайдаланып негізді табу амалын түбір табу амалы дейді. Осыдан анықтама туындайды. Квадраты аға тең болатын b санын a санының квадрат түбірі дейді. Мысалы 64 саны. 64 санын алса, квадраты 64-ке тең болатын 2 сан бар. -8 және 8. Себебі қараңдар, осы -8 бен 8-ді 64-тің түбірі, квадрат түбірі деп атайды. Себебі -8-дің квадраты 64, яғни квадраты 64 болатын сан, ал сол сияқты 8-дің квадраты да 64. Яғни 64-тің квадрат түбірі -8 және 8 болады екен. Осы екі түбірдің ішіндегі оң түбірді арифметикалық квадрат түбір деп атайды. Осы жерде бізде анықтама пайда болады. Квадраты, мысалы былай деп айтайық, квадраты аға тең болатын теріс емес b санын, теріс емес a санының арифметикалық квадрат түбір деп атайды. Ол сөйлемді жаңа біз өзіміз білеміз, екі өрнектің қосындысын біз қосу, мынандай амалмен жаздық. Қосу амалы, таңба, қосу таңба, азайту, көбейту таңба, бөлу таңбасы. Енді түбір табу амалының таңбасын біз былай жазамыз. Яғни a санының арифметикалық квадрат түбірі. Бұл жердегі мына таңба түбір таңбасы. Квадрат түбір таңбасы немесе радикал деп атайды. Оны басқаша радикал деп айтады. Яғни біз мына жазуда қалай оқимыз? a санының арифметикалық квадрат түбірі деп оқимыз. Яғни жаңағы анықтамаға қайтадан келетін болсақ, квадраты аға тең болатын b санын a санының арифметикалық квадрат түбірі дедік. Яғни a санының арифметикалық квадрат түбірі дегеніміз қандай да бір b санына тең болады. Және бұндағы b саны да a саны да теріс емес болу керек. Осы жерден b-ның квадраты аға тең болады дейміз. Яғни квадраты аға тең болатын теріс емес b санын, теріс емес a санының арифметикалық квадрат түбірі деп атайды. Енді арифметикалық квадрат түбір табуға бірнеше мысал келтірейік. Айталық, 49 санының арифметикалық квадрат түбірі 7-ге тең. Себебі 7-ның квадраты 49 және 7 өзі оң сан. Арифметикалық квадрат түбірі. Тағы сол сияқты 100 санын алайық. 100 санының арифметикалық квадрат түбірі 10-ға тең. Себебі 10-ның квадраты 100 және 10 оң сан. Арифметикалық квадрат түбірдің анықтамасын пайдаланып, бірнеше мысал келтірейік. Анықтамасын қолданайық. Енді мына жердегі өрнектерге назар аударсақ, бөлшектің алымында 5 саны тұр. Біз оның өзін жазуымызға болады.
ал бөлшектің бөлімінде 400-дің арифметикалық квадрат түбірі тұр. Яғни біз білеміз 400-дің арифметикалық квадрат түбірі квадраты 400 болатын сан. Ол бізде 20. Ол 20-ға тең болады. Енді 0,8 түбірасында 1,144 дейді. 0,8-дің өзін жазайын, ал 1,144. Егер мен үтіріне назар аудармасам, 144. 144 қандай санның квадраты 144? Біз оны білеміз. 12-нің ендеше үтірді ескеріп, 1,2-ның квадраты деп алсақ болады екен. Енді арғарай амалдарды орындаймыз. Әдеттегідей 20-дан 5 дегеніміз ол бізге 0,100-ден 25-ті береді. Минус 0,8-ді 1,12-ге көбейтсең 2,8-16, 96 болады. Енді азайтуды орындаймыз. Мынау үлкен сан болғандықтан 0,100-ден 96-тан азайтсақ 0,100-ден 71. 0,100-ден 71 деген сан шығады екен. Ал келесі мысалға назар аударсақ, түбірдің астында өрнектердің қосындысы тағы да түбір тұр. Бұны қалай орындаймыз? Бұл өрнекті орындау үшін бірінші біз мынау сыртқы түбір, мынау ішіндегі өрнектің түбірі. Біз бірінші ішкі түбірден бастаймыз. Олай болса, сыртқы түбірдің өзін жазып қоямыз. 49-ның арифметикалық квадрат түбірі 7. Енді қосу амалын орындап аламыз. 9-ға 7-ні қоссақ 16, ал 16-ның арифметикалық квадрат түбірі 4-ке тең болады, себебі 4-дің квадраты 16. Келесі өрнекке қарасақ, түбір, бөлшек, бөлшектің алымында тағы да түбір тұр. Бұл өрнекті орындауда біз өзіміз бұрыннан білетін екі өрнектің айырымының квадратын көбейткіштерге жүктеп жіберуге салайық. Сонда 65-дің квадраты минус 56 дегенді 65 минус 56 көбейтілген 65 плюс 56 деп жазсам болады. Бөлшектің бөліміндегі өрнекті 57 минус 24 57 плюс 24 деп жазсам болады. Енді бұл өрнектерді есептеп алайық. 65-тен 56-ны азайтсақ 9 шығады. Түбірасында 9 көбейту. 65-ке 56-ны қоссақ 11 121 шығады екен. Ал 57-ден 24-ті азайтатын болсақ 33 шығады. Көбейту. 57-ге 24-ті қоссақ 7 81 шығады екен. Енді көбейтіп аламыз. Түбірасында 9-ды 121-ге көбейтсек 9, 2 9 18 1089 деген сан шығады екен. Ал бөлшектің бөлімінде 33 көбейтілген 81. Бірінші 1089-ның квадрат түбірін есептеп аламыз. Бұлай жұптасақ 10, ол 3-дің квадратынан аспайды. 89 тағы да 33-дің квадраты болады екен. 33-дің квадраты десек 33 көбейтілген 81. Сонда бөлшектің алымындағы 33-ті 33-пен қысқартып жіберсек 81-ден 1 болады. 81-ден 1 ол 9-дан 1-дің квадраты. Ендеше 81-ден 1-дің арифметикалық квадрат түбірі 9-дан 1-ге тең болады. Сабақтың басында біз 5 амал бар дедік. Сол 5 амалдың ішінде қосу азайту амалдары бір-біріне кері амалдар деп айтқанбыз. Ендеше қосу амалының дұрыстығын біз азайту арқылы тексеретінбіз. Дәл сол сияқты көбейту амалы мен бөлу амалы кері амалдар дедік. Яғни көбейтудің мәнінің дұрыстығын бөлу арқылы тексеретінбіз. Сол сияқты біз дәрежелеу амалына арифметикалық квадрат түбір амалы кері амал дедік. Олай болса, мынандай жазу дұрыс болады. Яғни а санының арифметикалық квадрат түбірін квадраттасақ, онда а санының өзі шығады. Және бұл жердегі а-ның теріс емес екендігін ескереміз. Мынау арифметикалық квадрат түбірдің қасиеті деп аталады. Енді арифметикалық квадрат түбірдің қасиетін пайдаланып, мына бір теңдеуді шешіп көрейік. X квадрат минус 81 тең 12.
Мына теңдеуді қалай шешеміз? Яғни өзіміз қазір көрсеткен арифметикалық квадрат түбірдің қасиетін қолдану үшін теңдіктің сол жағын және оң жағын квадраттау керек. Екі жағында квадраттап жіберетін болсам, мынандай жазу шығады. X квадрат минус 81-дің квадраты тең 12-ның квадраты. Осы қасиет бойынша, яғни мына өрнек түбірдің ішіндегі өрнекке тең болады. X квадрат минус 81-ге, ал 12-ның квадраты 144 екенін білеміз. Осы жазудан минус 81-ді теңдіктің оң жағына плюс 81 деп шығарсақ, x квадрат тең 144-ке 81-ді қосамыз. Сонда x квадрат тең болады 225. Енді ең басында естеріңде болса, біз квадрат түбірге анықтама бергенбіз. Квадраты аға тең болатын санды а санның квадрат түбірі дегенбіз. Ендеше квадраты 225 болатын сан осы теңдеудің түбірі болады. Яғни квадраты 225 болатын екі сан бар. Ол біріншісі минус 15 саны. Себебі минус 15-ті квадраттасаң 225 болады. Екіншісі 15 саны. Немесе x тең плюс минус 15 деп жазуға болады.